Қонағымыз да келіп қалыпты. Аман байналайын. Жас ақын, Қош келдің. дарын сыйлығының иегері Мақпал Жұмабай қыздарыңыз. Мақпал қыз деген осы екен ғой. Қош келдің. Отыр айналайын. Әне, ал Елжан, замандасың келді. Сенің қазір сұрағың біраз бізден гөрі көп болатын шығар деп ойлап тұрмын. Өйткені сырларың, мұңдарың бірге ғой. Қош келдің Мақпал айналайын. Саламатсыз ба аға? Әдебиеттегі жас толқын, жас буын өкілдерінің бірі Мақпалымыз. Бүгінгі қазақ әдебиеті жайлы ой толғамыңды айтып отырсаң, өзіңнің замандастарыңның беталысы қандай? Замандастарымыздың беталысы қарқынды, мықты деп айтсақ болады. Біздің өзіміздің ұлттық әдебиетіміз үлкен күйзелістерді басынан өткерді. Біз соның бел ортасында жүрмесек те, жағалауын кешіп жүрміз ғой. Сондықтан сеземіз қандай өзгерістердің болып жатқан. Мен қазақ әдебиетінің алтын дәуірі болды, ол алтын дәуір бола береді. Одан да керемет дәуірлері келетініне өз басым сенемін. Бәрекелді. Сөзіңді ойлы, өзіңді ойлысың. Сен енді ақынсың қарағым да, Мақпал. Өлеңдерің шығады, газетке ме, кітапқа ма басылады. Оқылып жатыр ма деген үрейің бар ма? Үрей әрбір әдебиет адамында болу керек деп ойлаймын. Үрей болған кезде ғана әдебиет алға жылжиды. Оны жаңағыдай белгілі бір кезде әдебиет адамы оны өзі үшін жазады. Оны жазасыз, оны белгілі бір кезге дейін тығуыңыз мүмкін. Бір кезде ол тығынға сыймайтын кез болады. Сіздің бөлмеңізге сыймайды, үйіңізге сыймайды. Жаңағы ол бұрқырап шыққысы келеді. Міне сол кезде мен ойлаймын, өнерге өте жауапкершілікпен қарау керек деп. Әрбір әдебиет адамы өзінің өнерін өте терең сүйіп, түйсініп, оны тыңдау керек. Оны халыққа жеткізудің жолын табу керек деп ойлаймын. Қазір бізде көп әдебиет өкілдері, үлкен ағаларымыз, мен замандастарым жастарды кінәлап жатады. Жастар белгілі бір деңгейде бізді оқымайды, мемлекет біздің кітабымызды шығарып бермейді деген сияқты. Сонда өзіне ақын немесе жазушы бірақ сұрақ қою керек. Ал мен олар оқу үшін не істеп жатырмын? Мен кітабымды қолына бердім ба, оқыңыз деп, болмаса кештер өткіздім ба. Сол тараптан мен өзімнің замандастарыма назым бар. Біз өзіміз халыққа жеткізудің жолын іздеуіміз керек. Оны өзімізді өнерімізді ұсынудан ұялмауымыз керек. Мен ақынмын деп, мені және тыңдауға тиісті, мені іздеу керек, мені оқу керек деген пиғылдан ада болуымыз керек. Шында ақын, романист, әдебиетші, прозаик, журналистпін деп бөліп қанша қарағанмен, олардың бәрінің отаны біреу ғой. Ол жүрек. Ол жүректен шыққан сөз. Мысалы, қазір кітап шығарудың осы бәрі ғаламторда. Қаншалықты керегі бар деп ойлайсыз? Біз жаһандану деген сөзден қатты қорқамыз. Жаһандану деген сөздің төркіні былай, жалпы әлемнің игіліктерін өзіңнің мұратыңа, өзің ұлтыңның мұратына пайдалану деген. Одан қорықпауымыз керек. Түрлі ғылыми техникалық жаңалықтарды, кез келген ақпараттық замандағы әлеуметтік жаңалықтарды біз бәрін өз халқымызға пайдалануымыз керек. Егер біз интернеттен, әлеуметтік желілерден оқшауланып отыратын болсақ, біз көп дүниеден қаламыз. Сондықтан мен айтушы едім, сіздің театрда, сіздің өнерде қазір интернет арқылы халыққа жетіп жатыр. Интернет деген ол өзіңнің пікіріңді айтудың ашық алаңы. Сіз мысалы өлеңіңізді жариялау үшін мен ешқандай газеттің есігін қақпауым мүмкін, өйткені ол ұзақ жатып қалуы мүмкін, өйткені біздің қазақта ақын жазушылар көп, ағаларымыз көп. Сондықтан ол бір жылдап шықпай жатуы мүмкін. Ал мен өзімнің алаңқайым бар, менің тыңдармандарым, оқырмандарым барлығы сол жерде. Мақпалды іздесе сол жерден табады. Мына әлеуметтік желіде, интернетте кәдімгідей оның мүмкіншілігі зор. Соның заман келе жатыр. Мен ойлаймын да, сол интернет осы бүйтіп қарап отырғанда жеке-жеке отырып оқшауландырып жібермей ма деп ойлаймын. Жеке-жеке әркім өзімен өзі болып кететіндей бір ортақ қауіп айландырып, қоғамданып, көп болып, бірге отыру дегеннен аулақтандырып, бір басқаша этикет, басқаша эстетиканы таңатын сияқты. Сол жағынан біз мысалға ағаларың үлкен нелер, мен қорқыңқыраймын да. Ол қорқынышыңыз өте орынды. Мысалы енді сонда саяқ болып, бөлек-бөлек жарайды, интернеттен ғана ол сені қарады, анаяқтан тағы бір адамдар қарады. Бірақ бәрін бөлек-бөлексіңдер ғой. Қоғам деген не? Адамның өмірі деген не? Бірмен бірі көзге қарап, жүрекке қарап, көздің қағысын,
қарасын, жүректің лүпілін, үнін, тыңдауды интернет бере ала ма, жоқ па? Соған күмәнім бар. Сіздің күмәніңіз өте орынды. Адам өзі айтады ғой, ішкі өзінің жаңағы сызығы мынандай, әлемі мынандай шегі болады деп. Сол шекті сезу керек. Сіз оны да жаңағы біздің ата-аналар баласына iPad әпергеніне, компьютер әпергеніне үлкен мүмкіншіліктер жасаған қуанып жатады. Ал ол қаншалықты күніне кіріп, интернетке кіріп жатқанын қадағалмайды. Оның бәрін сіз айтпақшы этикеті бар. Күніне жарты сағат балаға өте жетеді. Сол сияқты адамдар қазір жаңағы жоқ нәрсеге сусап, соны әбден қанып ішкенше жаңағындай бастарын алмай отыр ғой. Мен ойлаймын, оның да дәуірі, оның да аяқталатын дәуірі алыс емес. Оқшауланудың, енді сендер жассыңдар, кешірім өтін сөзім. Одан жерінудің аға. Ол жаңағыда тез басталған дүние тез аяқталады. Әсіре қызыл тез оңар дейді. Иә, сондықтан жаңағындай күні бойы интернетте отыратын заман да өтеді аға. Ол уақыт өзі бәрін өзінің орнына қойып отырады. Уақыт үлкен сыншы ғой. Бәрекелді. Интернеттен арасып, қоғамдасып, үлкен залда, сахнадан тұрып, әніңді, өлеңіңді оқытырған кезде көрсем дейді. Ондай әрине аға болады. Мысалы, мен өзімнің достарымды интернет арқылы кешіме шақыруым мүмкін, және де оның нәтижесін жариялауым мүмкін. Өйткені біздің алыс ауылдар бар, біздің қазақтың құс қанатталатын даласы бар. Сондықтан жаңа Алматы мен Астананы ғана ойламай, біз қазақтың ұшы-қиыры жоқ даласын да ойлауымыз керек. Мысалы, қазақтың түкпір-түкпірінен адамдар хабарласып, сенің бір өлеңіңді оқыдым деп жатса, көкке ұшып кеткендей боласыз ғой. Сондықтан ол мүмкіншілік деп ойлаймын. Ал мен өзім жаңағындай күнделікті өмірде өзім оқырмандарыммен жиі кездесіп тұрамын, және оның кездесу үшін барлық жағдайды жасаймын. Тыңдар жаңа келіп отқан қонағымның өзін өте жақсы сезінуіне дейін жаңағындай форматын өзгертіп, кештердің сондай жұмыстар істеп жүрмін, кішігірім. Ал енді Мақпалжанның қазіргі қызметі, отбасы жайлы біздің көрерменіміз біз боп білгіміз келеді. Өйткені бұл бір отбасылық бағдарлама. Жаңа Тұңғышбай ағайымыз айтты ғой, журналист, телевидение әр жерде істейді. Мен сол кезеңнің сатын бәрін басынан өткердім деп ойлаймын. Газетте де істедім, телеарналарда да істедім. Қазір сол жазу сызумен айналысатын жеке компанияда жұмыс атқарамын. Жолдасым бар, кішкентай Рахман деген ұлым бар, 4 жасқа келген. Анамын үйде, ал сыртта жаңағындай қоғамдық өзім пікірімді білдіретін жерде білдіремін, айтатын жерде айтамын. Осы біздің үлкен ұланғайыр елдің бір ер жүрек қызы санаймын өзімді. Олай деуге хақым бар, өйткені менің шығармашылығымның өзегі елмен жерге кеп тіреледі. Мен өзім соның мұңын айтуды, соның жырын айтуды өзімнің бір үлкен борышым деп санаймын. Мысалы, бұрынғы кездерде жалпы жазушылар одағында болсын, басқа жерде ақындар, жазушылар бір-бірімен кездесіп, пікір алмасып, бір-бірінің жақсысын айтып, жалпы сынын айтып жатады. Өзің жалпы қазіргі кезде ондай жоқ сияқты да, кездесіп. Сіздерге жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін. Жаңағы оқшаулық деп жатырмыз ғой, әдебиет оқшауланып қалды халықтан. Бірақ әдебиет, менің өзім бұл жеке пікірім, субъективті, онымен келіспеуі де мүмкін. Қазір әдебиет үшін болып қалды. Мындай оқшау дөңгелектің ішінде. Өзара. Бұл шындығын айтқанда, тағы да айтам, менің сөзіммен келіспеуі мүмкін, трагедия деп өзім санаймын. Сондықтан біз жаңағы шеңберді бұзып жарып халыққа өтудің әрекеттерін істеуіміз керек, және де ондай өздігінше істеп жатқан жаңағындай. Ол тек жеке әдебиет адамының қолында. Оны сізге жаңағындай ондай жағдайды мемлекет те жасап бермеуі мүмкін. Жоқ, бір қамқоршы үлкен жаңағы аға буын да жасап бермеуі мүмкін. Ол тек жеке әдебиет адамының өзінің жеке принципіне байланысты дүние деп ойлаймын. Әлгі айтады ғой, адам өзінің көкірек көзі жеткен жерге дейін көреді деп. Егер сізді 100 адам тыңдағанына разы болып жүрем деп ойласаңыз, сонда олай да өмір сүруге болады. Ал сіз 1000 адамды тыңдатам десеңіз, онда сізге тағы да еңбек ету керек. Ал егер 100 000 адам тыңдасын көрсін десеңіз, тіпті сізге үлкен жаңағыдай жүрегіңізді столдың үстіне қойып тұрып жұмыс істеу керек. Қайрат күш керек. Қайрат күш керек, ол үлкен еңбек керек. Жаңағындай өзің бетпе-бет, өлеңмен бетпе-бет отырып жазған дүниеңдің де халықтың, елдің жүрегіне жету үшін тер төгу керек. Тер болған жерде ғана үлкен халыққа жетеді деп ойлаймын.
енді біздің мына салтымыз бойынша Қонақ келген қонағымыздан қонаққа да сұраймыз, бағанадан бері күтіп отырған өзіңнің жаңағы дыңғыл дедің бе, не дедің? Мен оны мақамды жырлар деп атаймын аға. Мақамды Сол туралы жырлар. кішкене айтып кетуге рұқсат етсеңіз. Иә. Біздің сонау тарихтың өне бойын қарап отырсаңыздар, бізде қазақтың ұлттық ақындық дәстүрі музыкамен өте тығыз байланысты болды. Қазір музыканы бір бөлек, ақындық сөз өнерін бір бөлек қарастыратын кезге келіп қалдық қой. Бірақ жаңағындай мен айтып отқан өнердің жарқын үлгісі деп біз кешегі Бұхарды да айта аламыз, Ақтамбердіні де айта аламыз, бері келген Махамбетті де айта аламыз, Жамбылды да айтамыз, оның соңы Кенен деп те айтамыз. Халықтың арасында ондай хас таланттар көп деп ойлаймын. Жаңағы біздің әдебиетіміз ауыз әдебиеті деп босқа айтылмаған ғой. Бізде қазақта тағы мынандай сөз бар: қазір өлең оқисың ба деп сұрайды, ал бір кезде өлең айтасың ба деп сұраған. Жаңағыдай өзінің өлеңін бір ерекше сазымен халыққа жеткізгендіктен 1000 жыл өтсе де, 100 жыл өтсе де біздің бүткіл әдебиет жауһарларымыз осы күнге аман есен жеткен. Құлақтан құлаққа, жүректен жүрекке, сіз айтып отқандай. Ал қазір қала мен қағаз болмаса, ол әдебиеттің бір 100 жылдан кейін болмауы екі талай болып отыр да. Сондықтан мен өзімді жаңағыдай сондай бір қазақтың ұлттық әдебиетінің бір кішкентай ғана жалғасымын деп ойлаймын. Көп адамдар жаңағыдай басқа батыстың өнерімен салыстырып жатады. Жаңа авторлық әндер дейді, бард әндер дейді. Мен жалпы бұл өнердің ән емес екеніне толық сенемін, білемін, және мен өйткені өзімнің өнерімді өте терең зерттеймін. Өйткені әрбір өнер адамы өзіне сыншы болу керек. Ең бірінші кезекте сынай қарап зерттеп отырамын. Сондықтан бұл өнердің ән жанры емес, поэтикалық жанр екенін айтқым келеді. Өзім оған атау бердім, мақамды жыр деген. Халық тыңдап, жақсы қабылдап, мақпалды мақамды жырлар деп атап кетті. Енді содан жаңағыдай сол атауды ұстап тұруға мен талпынамын. Соңымнан адамдар, шәкірттер ерсе екен деп ойлаймын. Жақсы. Үйдегі біздің ініміз енді күйеу болады әдебиеттің адамы ма? Жоқ, әдебиеттің адамы емес. Ол менің жаңағы айтады ғой, қаржыгерім. Қаржыгерің екен. Экономист. Дегенмен де қаржыгер болса да өлең сөздің парқын нарқын түсінетін жігіт болу керек. Өйткені сенімен өмір қосқаннан кейін сенің жаңағы бүкіл жүрегің қағысын ұғу үшін бір-екі жазған өлеңіңді тыңдауға пәтігі жететін, оқуға пәтігі жететін жігіт шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Жаңағындай өнер адамы үшін өнерін түйсіне алмайтын адаммен бас қосу өте қиын. Сондықтан менің тағдырымда сондай өзім сөзімді бір ауыздан түсінетін жар кездесті деп айта аламын. Менің бірінші тыңдаушым, бірінші бағалаушым, жаңағындай жылайтын жерінде ұялмай жылай салатын адам, күлетін жерінде күлетін адам, сол бір жаңағындай ашық іңкәр сезімдер маған қуат береді. Және де оның сыны мен үшін ең алғашқы, ең дұрыс, ең ақиқат сыр. Өйткені ол оқырман, ол халық, соның өкілі. Мен оған әлдеқандай бір жаңағы бір позициядан қарамаймын. Жаңа менің жолдасым, күйеуім болмаса басқадай деген, ол жаңа оқырман. Оған ұнаса, демек бәріне ұнайды деп есептеймін. Бәрекелді. Барлық жағынан енді жолың орынды, жөнің де орынды, өмірден де орныңды тапқансың, шығармашылық өнерден де орныңды тапқанға ұқсайсың. Енді халық танып жатса, Мақпалдың мақамды жырлары деген атақ беріліп жатса, демек тегін болмадың қарағым, онда бақыт тілейміз. Қонақ кәдеңізді тыңдайық. Қара жәшік деген өлеңді орындап берейін, айтып берейін сіздерге. Әрбір адамның ішінде ешқашан ашылмайтын, ешкім аша алмайтын бір қара жәшік болады. Кірпігім еліңден күннің бәрін өзіңе, көкіректі кернеген мұңның бәрін өзіңе, астан артқан шыңның бәрін өзіңе, өлеңге де айтпайтын сырдың бәрін өзіңе сақтап қоямын, сақтап қоямын. Өзім ғана сенетін шындығымды өзіңе, өзім ғана сүретін тірлігімді өзіңе, өзім ғана еститін күмбірімді өзіңе, мойындағым келмейтін сұмдығымды өзіңе сақтап қоямын, сақтап
қоямын. Мейіріммен қараған көздің бәрін өзіңе, анам айтқан аяулы сөздің бәрін өзіңе, тағдырымды сәйлеткен тездің бәрін өзіңе, өтті деуге қимайтын кездің бәрін өзіңе сақтап қоямын, сақтап қоямын. Үзілейін деп тұрған төзімімді өзіңе, алданбауға үйреткен сезігімді өзіңе, мені жерде бар еткен сезімімді өзіңе, мені түбі өлтірер сол сезімді өзіңе сақтап қоямын, сақтап қоямын. Қасіретті һәм сұлу заманымды өзіңе, кең даламда жаңғырған азалымды өзіңе, мөлт-мөлт етіп жас тұнған жанарымды өзіңе, жылап тұрып сүйетін қазағымды өзіңе сақтап қоямын, сақтап қоямын. Қара жәшік. Өте орынды, жақсы. Өлең құрастырудағы да ерекшелігің бар екен. Байқадық. Өлеңіңді ән қылып, жыр қылып, мақам қылып айтуда да ерекшелігің бар екен. Біздің қазақтың өлеңі қазір керемет биіктікке кеткен. Өзің сияқты ақылды қыздардың өлеңдері, жастардың өлеңдері, жаңағы ұйқас қуалау деп ойлап жатамыз ғой, ұйқас емес ой қуалау. Сөздің парқын, нарқын түсіну деген өлшемнен көрініп отырсың. Тіл аузымыз тасқа. Жақсылық болсын. Майра, сіңлің ерекше. Өз қолтаңбасы бар. Елге ұқсамайтын өніңде бөлек екен өзі. Бір сондай бір әдемі өніңіз бар. Меніңше Мақпал біреуге ұқсамаймын деп өзіне міндет те қоймайтын сияқты. Өзінің жолы. Жүрегі қалай жүрегіме дейді, соны орындаймын, соның қалай айтты, соның елшісімін деп айтсам болады. Дұрыс екен, дұрыс екен. Жолыңыз ақ болсын, ұзын болсын, баянды болсын. Енді мына өзің сияқты замандастарыңа, өлең түсінетін оқырмандарыңа өз атыңнан тілегіңді білдір. Қазақта мындай сөз бар: жалғыздың өні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп. Және де өзім өмірде өстіп жүріп келе жатып, ол сөздің бізге дұшпан екенін, ол сөздің бізге қажет емес екенін түсіндім да. Сондықтан әр адам менің қолымнан үлкен нәрсе келеді. Мен өзім елімді өзгерте алам, отбасымды өзгерте алам, өнерімді өзгерте алам. Болмаса осы мына бір шаршы метр жердегі дүниені өзгерте алам деп қарайтын болсақ, біз өте әдемі кезге тап боламыз. Және де сол сенімнен айырылмауды тілеймін. Әр қайсымыз жаңағы жалғыз жүріп, бірігетін жерде бірігіп, қауымдасатын кезде қауымдасып, үлкен шаруаларды бітірейік. Біздің еліміздің ертеңі сізбен біздің қолымызда. Әрбір ата-анаға өзінің баласы үшін еңбек етуді, ұрпағы үшін еңбек етуді, ал өнер адамына өзін тыңдайтын бір ғана оқырман болса, бір тыңдарман болса, соны жақсы көріп, сыйлап еңбек етуді тілеймін. Рахмет. Аман бол, жақсылықта кездесейік. Аман болыңыздар.